Шәуәл айындағы 6 күндік ораза. Дінімізде кейбір уақыттардың өзіндік ерекшеліктері мен қасиеттері бар. Рамазан айының артынша келетін Шәуәл айының да өзіне тән артықшылықтары көп. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кімде-кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады деп, бұл айда ұсталатын 6 күн оразаның мол сауабын сүйіншілеген. Бұл ораза сауабының 1 жылға пара-пар келуін былайша түсіндіруге болады. Алла тағала Құран кәрімде кімде-кім бір жақсылық жасаса, оған оның 10 есе қарымы беріледі деген. Ғалымдар Шәуәл айындағы 6 күн оразаның 1 жылдық сауабын осы аятпен байланыстырады. Рамазан айындағы 30 күн мен Шәуәл айындағы 6 күн қосылғанда 36 күн болады. Бұл сан 10 есеге көбейтілсе 360 күнді құрайды. 1 жылдың қалған 5 күні ораза ұстауға болмайтын Рамазан айының алғашқы күні мен Құрбан айттың 4 күні. Оразаның әрбір күні 10 есе молайса, онда 36 күндік оразада 1 жыл ауыз бекітудің сауабы бар деген сөз. Міне, бұл да жаратушы иеміздің бізге деген шексіз мейірімі. Шәуәл айындағы оразаға қатысты көпшіліктің көкейінде жүрген кейбір мәселелерге тоқталайық. Бірінші, Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза болып табылады. Яғни, мұны ұстау ешкімге міндет емес, адамның өз ықтиярында. Дегенмен, мұны ұстамаған жан жоғарыда келтірілген пайғамбарымыздың хадисіндегі 1 жылдық оразаның сауабынан құр қалады. Екінші, Шәуәл айының нәпіл оразасы тек Шәуәл айында ғана ұсталады, және оны айт күнінің 2-ші күнінен бастап ұстаса болады. Үшінші, Шәуәл айының нәпіл оразасын арасын үзбей қатарынан, сонымен қатар арасын үзіп бөлек-бөлек күндерде де ұстауға болады. Төртінші, Рамазан айында түрлі себептермен кей күндерін қаза етіп алған кісілер Шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуіне де, сонымен бірге Шәуәлдің 6 күндік нәпілін ұстаса да болады. Дегенмен, Рамазан оразасын толығымен ұстау Алла тағаланың бұйрығы екенін ескерген жөн. Ал Шәуәл айында 6 күн ораза тұту пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сүннеті болғандықтан алдымен оразаның қазасын өтеу абзал. Себебі адамның белгіленген ажалы айтпай келетіндіктен алдымен парыз оразаның қазасын толық өтеп, нәпіл оразаны одан кейін ұстаған дұрыс. Бұған қоса, жоғарыда келтірілген хадисте Рамазан оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса делінгенін ескерсек, әуелі Рамазанның қазасын өтеудің абзалдығын ұғамыз. Бесінші, осы айда қаза оразасын ұстап, нәпіл ораза ұстауға уақыты жетпей қалған адамдар үшін де Шәуәл айының уәделі сауабы үміт етіледі. Бірақ бұл нәпіл оразаға уақыты жетпей қалғандар үшін әсілінде әр оразаны жеке-жеке ұстау қажет. Бұл жоғарыда келтірілген 1 жылдық сауаптың математикалық есебіне де сай келіп тұр. Алтыншы, Рамазан оразасын ұстамаған адамдарға да Шәуәл оразасын ұстауына болады. Алайда олар пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сүйіншілеген 1 жылдық оразаның сауабын ала алмайды. Себебі Рамазан оразасы парыз, оны ұстамау үлкен күнә. Жетінші, Шәуәл оразасы да Рамазан оразасы секілді таң намазына 10 минут қалғанда басталып, шам намазына дейін жалғасады. Сегізінші, Шәуәл айының 6 күндік оразасын әр аптада 2 күнге бөліп, әсіресе аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндер ұстаса, нұр үстіне нұр. Себебі пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дүйсенбі күні мен бейсенбі күні апталық істеген істер Аллаға ұсынылады. Менің істерім Аллаға көтерілерде аузымның берік болғанын ұнатамын деді. Рамазаннан кейін Шәуәл айында 6 күн ораза тұтудың жыл бойы ауыз бекіткенге теңестірілуі Алла тағаланың мейірімінің шексіз екенінің бір көрінісі. Яғни, Хақ тағала өзіне тән рақымымен құлының жасаған ғибадатына бірнеше есе артық сауап жасап, ақыретімізді құтқаруға илахи мол мүмкіндік тудырады. Алла тағала ниеттерімізді қабыл еткей. Әмин. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.